Абай жолы роман эпопеясы. Бірінші том. Қайтқанда. Үшінші бөлім. Келіні жаңа ысытып әкелген құрт қосқан қонақ көжені анда-санда бір ұрттап отырып, "Қодар, қарағым, Қамқа, бүгін күн жұма ғой осы", деді. "Жұма, бейіт басына барып Құран оқып қайтайықшы", деді де Қамқа күрсініп алып, "Құданың құдіреті, бүгін түсіме балаңыз бір түрлі боп кірді", деді. "Пәке, Паруардигар", деп мол келген батыр кеудесін қақ жарған шерді Қодарды шығарды. "Түс шіркін, жұбаныш па, Тәңір-ай". Бүгін өз түсіне де құт жаны жалғыз кірген еді. Бірақ Қамқа түсті кәдімгідей медеу көреді. Айтсын, бала көңілі тым құрса сонысымен уанған болсын. Тыңдайды. Осы дәл өңімдей үйдің сыртына кеп аттан түсіп, асығып, жайраңдап кіріп келді. Келді де, "Әкем екеуің жылай бересің, зарлай бересің. Мені шын өлді деймісіңдер? Ал мен міне келдім. Тіпті өлгем жоқ. Қойшы Қамқа, қабағыңды ашшы", деп осы бір түрлі сай сүйегімді босатты, деді. Осы кезде Қамқаның да, Қодардың да көздерінен үнсіз жастар біртін-біртін сорақытып ағып отыр еді. Жым-жырт үйде Қамқаның құлағына тыс жақтан бір ызың естілді. Қазіргідей таңертеңгі уақытта мұның құлағына осымен бірнеше рет осы бір ызың естіледі де тұрады. Қаны қашып, аппақ сұр болған бетін төр жаққа, атасы жаққа бұрып қадала тыңдады. Екі көзі жасқа толып қызарып тұр. Аш бетінде көк тамырлары білінеді. "Шығыстың бөктер желі, ой қарағым. Ызыңы несі? Қораның төбесі ашылып қалыпты. Оның да тозығы жеткен емес пе? Тесіктерден сорайып шығып тұрған ескі қамыстар бар. Сол құрғыр жел соқса ызың салады ғой", деді. Аздан соң екеуі де тысқа шықты. Тозығы жетіп қалған жалғыз қоңыр, жапа-жалғыз кішкене ескі шым қораға ықтап тұрғандай. Маңайда басқа не қыстау, не бірде-бір киіз үй де, тірі жан да жоқ. Көшерлік өз көлігі жоқ болған соң, Қодар ешкімнен көлікте сұрамаған. Қыстаудан да ірге аударып жылжымаған. Бұрын баласы, "Жатақ боп жатамыз ба?" деп көлік әкеп, көп елге ойға көшсе ойға, қырға көшсе қырға ілесе беретін. Мал тойыны шаруа есебі дейтін емес. Әйтеуір құр жас болған соң дүрмектен қалмау сияқты. Онда Қодар өзі де тым құрыса аққа тәуір болармыз, біреуден там-тұм сауын сауармыз деп елге ергенге қарсы болмаушы еді. Ал биыл ағайын өзі білмесе, балам өліп еді деп, енді жатқа телміргендей көлік сұрап жүруді лайық көрмеді. Қамқа да, өзі де Құтжанның жас қабірін құлазытып, жалғыз тастап, жайлау бар еді, сайрам бар еді деп кеткісі келмеді. Күндіз түні егілген жаспен еңіреген зарлылар арысын тастап, кетерлік дәрмен де таба алмас еді. Бұларда мал дейтін мал да шағын. Азын-аулағы болса, осы қыстау маңын қысы-жазы жесе де, бөктер шөбінің тұмсығын сындыра алмайды. Жалғыз үйдің қолындағы бары 20-30-дай ешкі лақ, қой тұяқ пен бір бұзаулы сиыр, 2 торпақ болатын. Осы малды бағарлық бұ тартары бір ғана қоңырат, Құтжанның қоңыраты. Баласы өлген соң, Қодар қыстыгүні осы ел ішінде кірме боп, әркімде жалда жүретін бір шал жиені Жәмпейісті өз қолына алып еді. Жәмпейісте қатын да, бала да, баспана да жоқ. Өмірі шыр бітпеген сорлы еді. 2 жарты бір бүтін болайық, кімге сенеміз, иық сүйесіп күн көрейік деп Құтжанға Құран оқи келгенде, Қодар Жәмпейіске зарын шақты да қолына ұстап қалды. Қазір қоңыратпен бар қара Құраны қосып жайып жүрген сол Жәмпейіс. Малда алаңы жоқ, үйде де мінбелеп тұрған шаруа жоқ. Сондықтан өмір мен уақыт бүгілдірген бір кәрі, дерт пен зар бүлдірген бір сорлы боп, 2 шерлі баяу басып, бейіт басына қарай аяңдады. Жарқыраған май күні бір түрлі боп нұрланып, тамылжып тұр. Аспанда ұсақ қана ақ мамық бұлттар қалқиды. Айналадағы жазық пен төбешіктің бәрі де алқара көк. Аласа, тықыр, тығыз бетегемен жайнаған. Қызғалдақ, жауқазын, сарғалдақ, бәйшешек дегендер қызыл, сары, көкшіл түстермен құлпырып жайнайды.
гулеп ұшқан көбелектей көп бояулы неше алуан. Бөктер жел таңертең әрдайым шыңғыс аса соғатын қоңыр салқын күйінде. Қазірде де күн қызуын жеңілдетіп, майда қоңыр лептей үріп тұр. Бірақ бұл жастық кімдер үшін? Әлде кімнің рақаты, әлде кімдердің қызығы, сайран үшін болар. Жалғыз-ақ мынау екі қарылар үшін ол жоққа тән. Бұлардың алдында кішкене көк төмпешік үстінде құбыла жақтағы серек тасы шошайған жалғыз жас бейіт қана тұр. Көздері де, көңілдері де сонда. Дүниенің көктемі Құтжанның былтыр ғана осындай кезде күліп жайнап жүрген аман шағын, сау шағын еске түсіреді. Еске түсіреді де тағы да толқып келген құсамен басады. Жүрек басынан запыран, зәр төгілгендей болады. Қодар батыр денелі, 60-қа жаңа кірген борыл қарт еді. Жалғыздықпен осы қаралылық иықтан баспаса, өмірдің мұны мойытар өзге күші жоқтай. Ол жасында найзагер батыр болған. Осы жасына шейін өз қасиетін жоятын жаман аттан даулақ. Жуан кім, көп кім, бақмас есер кім? Ешбірінде ол білмейтін. Өз өмірі, өз үй ішімен, өз айранын ішіп күн кешетін. Үйден шығып, әлдебір сөзге, сыпсыңға да араласпаушы еді. Сондықтан алысты қойып, ағайын ішінде де бұны білетін жан аз. Өзі де аз ғана борсақтан, бөкеніштен басқа жұртты танымайтын. Соңғы 6 ай ішінде барлық жалын атқан қайғысы жалғыз баласы Құтжан жайы. Ендігі үміт не? Құлазыған қу өмірде тірек не? Ойлаған мен тапқан емес, таппасын білген соң, соңғы кезде оны ойламайтын да. Жалғыз жан күйері мынау қайғыдан сөніп бара жатқан, санадан солған бейшара келін. Оның алды немене? Не болады? Бұны шешуге тоналып қалған көңілі баспайды. Батылы бармайды. Бөтен боп кетеме деп ойлай бастаса, Құтжан бір өлген емес, екі өлгендей көрінеді. Келіні Қамқа мен Құтжан арасының тәттілігі өзгешеді. Бұл бейшара жетім қыз екен. Құтжан сонау алыстағы сыбан ішіндегі нағашыларын іздеп барып, содан алып қашып келген. Бұнда да артынан оралар, ие шығар туыс жоқ. Сондықтан ба, әйтеуір Қамқа Құтжан мен осы үйдің тілеуіне бар ынтасымен құлаған еді. Қодар соны танып, Қамқаны дәл өз ішінен шыққан Құтжаннан бірде-бір кем сүйген емес. Оның да, бұның да тең ортақ әкесі болды. Бір тоға кесек мінезі бойынша осы көңілін өле-өлгенше сақтаумен көрге бірге кетемін деп сенуші еді. Бір талай күн болды. Жәмпейіс тауда көрші ауылдардың қойшыларымен кездесіп, сондағы естіген сөзінен бірдемені бықыстып айта бастағанда, Қодар толық түсінбей, түсінгеніне ыза боп, түсінгісі келмей тойтарып тастаған, айтқызбаған. Естіген сөздеріне қарағанда, басы аман, өсекші ағайын тек отырма. Соның шырғасы ғой. Бұл Қодар неге қыстаудан шықпай інге кіргенде жатып алды? Деседі дейді. Тағы бір кезде, осы Қодардың келіні нені үміт қылып отыр? Не ойлаған ой бар? Деп сұрастырады дейді. Осындайға келгенде Қодар мұндай жыбырдың ішкі зәрін, суығын сезгендей болған. Оның өз топшылауы бойынша бұндайдың арты жесір қатынға әмеңгер іздеу. Мал шығармай, біреудің үйіне тегін қатын кіргізіп беру. Қодар малына ие болатын мұрагерді іздеу, соны табу. Бұндай жай өтірік ағайын болмыс, жанкүйер болмыс атқа мінер қулардың құлышына кірісетін сыпсыңа. Қодар елге жоламай, елдің келуін де тілемей қойғанда, әсіресе осындайдан қорқатын. Тым құрымаса, баламның жыл уақыты жетсін деп, оның ар жағын тіпті ойламай, жауып қоюға тырысатын. Енді міне, өмір аяғының алдыңғы лебі болып, Жәмпейіс арқылы, қойшылар арқылы келіп жатқан сұм салқын сол ғой деп ұққанды. Қодар қиналып, қатуланған соң, Жәмпейіс өз естігенін тегіс айтқан жоқ. Және айтам десе де, өзі сөз білмейтін, сөзін кісіге ұғымды қып айта алмайтын аса бір орашолақ адам еді. Сонысынан тағы жасқанып, Қодарды қинамайын деп қойғанды. Бірақ бір күні далада бір кәрі қойшы бұған сұмдық айтты. Қодар келінімен жақын дейді, сен не білдің? Дегенді. Бұған Жәмпейіс жаман түршігіп, оңбай кетейін естіген сұмдығым емес, тарт кәпір мына сөзіңді тарт,
деген. Ақтағаны ма, жоқ жай шошығаны ма біліп болмайды. Бірақ жаңағы сөзді бастаған кәрі қойшы өзі де сұмдықтың адам еместі. Өз ішінен мына бақыр білсе бүйтпес еді. Тегі не аналар аманда, не мынау түк біліп сезбеген ғой деп ойлаған. Кейін де осы көрші қойшы Әйтімбет Қодарға анда-санда қатынасатын кедей-кепшіктен жағалатып сұрау салып, жаңағы жаладан Қодарды аман деп ұйғарды. Бірақ жақындағы Жарлы Жақыбай солай дегенмен осы өсекті қайта-қайта шығара беріп, көпке жайып кеткен бір көз тағы бар. Не қылса да Әйтімбет Жәмпейістен алғаш сұраған кезден бастап осы жала Қодарға оралып соға беретін бітпес жала болды. Қодарда соңғы күндері Құтжан дертінен бөлек өзгеше бір ыза бар. Оның себебі осыдан 3 күн бұрын Сүйіндік бір кісі жіберіпті. Оңаша алып сөйлескен Бектен деген бір сөзі бар көсе бұған әрнені шарлап кеп. Ел аузына кім қақпақ болады? Қан көтеріп әкетіпті. Жанашыған жақсыда сол өсекті басам десе баса алмапты деп Сүйіндікті атап, оны бір мақтап қойған. Содан тағы бірақ орағытып кеп жаман айтады. Сені мен мына келініңді жаман атқа тағады деп бұл жеткізгенде Қодар, өй жаным, не шатып отырсың? Деп Бектен көсені таптап тастардай болады. Анау бірақ без бүйрек қайтпас екен. Сол сөзге иланып алған Құнанбай саған қатты жаза бұйыратын түрі бар. Сүйіндік өз бауырын қисын ба? Саған мені әдейі жіберіп отыр. Сөз айқындап ашылғанша тая тұрсын, бір жерге жалтара тұрсын дейді деп келген. Қодар ыза мен қорлықтан өлердей боп булығып, орнынан атып тұрып, уа, кет жоғал! Құдайдың кәрін көріп болған Қодар Құнанбайдың кәрінен қорқар деп пең, жоғал әрмән! Деп айдап жіберген. Осы сөз бүгінде Қодарды ызаменен қайнатады. Бірақ қамқамен бұл жайды сөз қылуды ойлаған емес. Өзінің әкелік жүрегі өзіне мәлім. Балалық жақындығы қамқаның да өзіне мәлім, берік. Сол қайғы үстінде күндегі бір-біріне мұң айту, күрсіне отырып зарларын шағу, екеуін әбден келін мен ата халінен кетіріп, ортақ қайғыдағы ене менен келіндей немесе әке мен баладай жақындатқан. Адам мен адам боп танысып, табысқанды. Бірақ өзге көп жайды екеуі де ірікпей, бүкпей ашық сөйлесе де, жаңағы сұмдықты жарылмаған уыздай сорлы, шерлі баласын айтуға бір біткей Қодардың батылы да бармас еді. Екеуі ақырын аяңдап бейіт басына келді. Қодар Құран оқи білмейді, Қамқа да оқыған емес. Бірақ екеуі де өзді-өзі ішінен Құтжанға тілеуін, зар болғанын, арманда қалдырғанын айтады. Әр қашан жанкүйер жақын қабіріне ыстық-ыстық жастар төгеді. Қайта-қайта бас қояды. Үндемей иіндерін тиісіп, көздерін алмай ұзақ-ұзақ отырысады. Бұл қабірдің әр тасы екеуіне санаулы. Әлде қалай жел ұшырып түсірген шөп шалам болса, оны алып тастап, немесе топырағының ойсыраған, қопсыған жері болса, соны қайтадан түзеп, оңдай отырысады. Тағы да бір талай уақыт отырып қалып еді. Бір кезде бұлардың сырт жағынан дүрсілдетіп келіп қалған бірнеше аттының дабыры естілді. Қодар да, Қамқа да бұрылған жоқ. Аттылар мінбелеп кеп түсіп жатты. Бұлар 5 кісі екен. Бастығы Майбасардың қара сақал, атшабары Қамысбай. Қалғанның екеуі бөкенші, екеуі борсақ. Қамысбай аттан түсе бере, көрдің бе Жәдігөйді? Деп күңк етті. Қодар мен Қамқаны бұл күйде көреміз деген жоқ еді. Мынадай сарылып отырған қайғыны көргенде өзге болса жүрегі шайылар еді. Қасындағылар аттан түсуден де іркілгендей болатын. Бірақ Қамысбай шашал десе бас алатын Майбасардың өзінен асқан бүлк бұзақы Қанқұйланың өзі. Түсіңдер! Деп бұйырды да бәрін аттан түсірді. Борсақтың да оны қостайтын біреуі табылмады. Ол Жексен дейтін дәукес шалдың інісі 70 еді. Көрден бас бұрмауын, көрде басы қалғырдың, деді 70-те. Қодар мыналардың әдейі келген жайын байқап, бұрылды да сабырлы суық жүзбен, нелерің бар жандарым? Деп еді. Қамысбай тепсініп кеп, неміз болушы еді? Сендерді ұлық шақыртып жатыр. Мына Қарашоқыда елдің игі жақсы жиналып отыр, тосып отыр. Жақсың кім? Ұлығың кім өзі? Ұлығым старшын Майбасар,
Бастығы Құнанбай мына келінің мен екеуіңді жауапқа шақыртады. Тұр, жүріңдер. Сандалып жүрмісің? Не ақың бар? Не дейсің? Әкім шақырса, ақың не деймісің? Құдай жүзін көрмегір, мынау кім өзі әкірең деген? Деп қамқа қаны қайнап қатты ашуланды. Құдай жүзін көрмейтін сендерсің, қос қара бет. Сенсің шашты сайтан. Деп Қамысбай бастырмалатып қамшы үйіре бастады. Жүр ал, алып жүр. Мінгіз ана атқа екеуінде. Деп қастарындағы жігіттерге бұйрық етті. Төрт жігіт әуелі Қодарға қарай ұмтылды. Қодар, құрыған Құдай, нең бар еді? Дей беріп, қасына бұрын барған екі жігітті қойып жібергенде, біреуі мұрнын басып ұшып түсті. Бірақ сөйткенше болмай, қалған төртеуі жабыса кетіп, даяр шылбырмен қолын сыртына қайырып байлап алды. Қамқаны да сүйретіп отырып, аттың жанына алып кеп, Қамысбайдың алдына мінгізді. Қодардың артына 70 мінді. Ол да еңгезердей мықты жігіт. Жалма-жан аттарына тегіс міне сап, күншығыс жақтағы Қарашоқыны беттеп, тұмсық аса шаба жөнелді. Шабар қылыш атар оқ, бұлармен сөйлесер сөзді жоқ. Не де болса ұлығымен бір тілдесермін деп ойлап еді Қодар. Өзімен аталас болса да, жол бойы артындағы 70-пен де бір ауыз тіл қатқан жоқ. Шынында Қодар мен Қамқаның осы сорына себепкер болғанында дәл осы 70-пен соның ағасы де Даукес Бәлеқор Жексен. Олар Қодардың ең малды ағайыны болатын. Басында Құтжан өлген соң осы көктемде жұрт Жексенді кінәлай бастады. Қодар аталас жақын еді. Әрі кедей, әрі жалғыз, жетім жесір боп қалды. Соған қолы ұзын Жексен қарайласса нетуші еді? Көшерге көлік бермей, бір қораға жалғыз тастап кетті деп кінәлағанды. Осы сөзді бір емес, екі емес есіте берген Жексен ең әуелі өзінің болыспауына сылтау етем деп, сол құрғырдан көңілім тіксініп жүр, болыспайын демеймін, бірақ шошып қалдым деп, бөкенші борсақтың жиынында ең алғаш бәле сөздің басын бір шығарған. Артынан Сүйіндік осы сөздің мәнісін сұрағанда, келінімен жақын екен ол кәпір. Маған не қыл дейсің? Қасыма алып жүрсем ертең бетіме түкірмеймісің? Деп ақталғанды. Алғашқы бір дақпыртты осымен жұртқа жайып жібергеннің бірі енді Сүйіндік те болды. Бірақ басында өздері жайып жіберіп, кейін осы өсек еріккен қызыл ауыздың бәрін кернеп кеткен уақытта Сүйіндік тағы бір келіп, Жексеннен енді анық дерегін сұраған. Жексен қысты күні, Құтжанның жетісі болған күні Қодар айтқан бір сөз ел қылды. Қодар қайғыдан сандалып жаны күйіп отырып, маңымда тұлдыр жоқ. Құдай маған қылды ғой. Кәпір өтсем де енді кәрінен аянарым жоқ. Құдай маған қылса, менің Құдайға қыларым сол, деген. Осыны Жексен өз бетімен топшылап, бұл Құдайға не қылады деп жүріп кеп, ақыры мұнысы келіні болды деп байлағанды. Содан бері өсекті өзі таратуына да тағы бір себеп, Қодарда біраз жер бар, мұның қыстауына ең жақын жерлес адам сол. Әйтеуір жайы біткен неме ғой, елден қудырып жіберіп, жерінде басайын деген арғы түкпірінде жатқан есеп еді. Осыдан ұшқындаған сөз Құнанбайға жетіп, одан Сыбанның жиынында Солтабай тобықтыны мазақ етіп сөйлепті. Дегеннен бері қарай Сүйіндік бәленің ұлғаятынын біліп, Жексеннен қайта кеп сұрастырған. Жалғыз Жексен емес, маңайдан да сұрау салды. Көрші ағайын, бастысы Әйтімбет қойшы боп, өз еркімен осының анығына жетуді ойлады. Сөз бақпаған момын ағайынның бәрі де Қодарды қараламады. Қайғы шеккен, дертті күйін ғана айтушы еді. Бірақ Жексен мен мына 70 болса, сол қайғының өзінде әдейі істеп жүрген сырты сөйтпей қоя ма? Бәлені түн жамыла бастайды ғой, дескенді. Өзі анығын білмеген және ол анық болса, осыны сылтау қып Құнанбай борсақ, бөкеншіге бір нұқсан келтіреді деп есептеген Сүйіндік сырт кісімен сөйлескенде, осы сөз бекер болар деген. Құнанбай алдында да соны нық ұстармын деп еді, бірақ Құнанбай ырық бермеді. Оның үстіне жақында Қодарға өзі әдейілеп жіберген бектен көсе Жолшыбай Жексен ауылына соғып, тіп-тіп тұрып қайтты. Қодар Құдайда Құнанбайда керек емес, не қылсам өз еркім, менде не ақыларың бар, деп қопы шықты. Құдай маған қылса, мен Құдайға қылдым дегені дәл сол бәленің өзі болды, деп ентелетіп
төндіріп келгенді. Құнанбай жағынан ықтап қайтқан Сүйіндік көзі жетпесе де байлау етті. Сонымен ақыры қодар күйі кеп бұған соқты. Жолшыбай келінімен тілдестірмеймін деп Қамысбай қодарды алдына салып, өзі әдейі оқ бойы жер артта іркіле жүріп келе жатыр. 3 бөлімнің соңы.